Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, ауызда еритін карамельный пирогтың рецептін ұсынамын. Олай болса, кеттік, сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Бірінші кезекте осылай майымызға шекерімізді салып, араластырып аламыз. Венчикпен немесе миксермен араластырсаңыздар да болады. Май бөлме температурасында болу керек. Шекер ерігенше осылай жақсылап араластырып аламыз. Содан соң 2 дана жұмыртқамызды салып араластырып аламыз. Мен бұл жерде 2 пирогтың тестасын дайындап жатырмын. Сіздер жартысын салсаңыздар болады. Осылай ұнымызға разрыхителімізді салып, кішкене араластырып аламыз. Содан соң қамыр илейтін боламыз. Міне осылай қамыр илеп аламыз. Рецепті төменге жазып қалдыратын боламын. Мөлшермен істесеңіздер, өте күшті пирог болып шығады. Міне өте күшті, жұмсақ, универсальный барлық пирогқа кете беретін теста дайын болады. Осы рецептпен істеп көріңіздер. Міне осымен қамырымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ теста дайын болды. Ендігі кезекте начинкасын дайындаймыз. 300 грамм вареный сгущенкаға 3 дана жұмыртқамызды салып араластырып аламыз. Бұл жерде де миксерлесеңіздер де венчикпен араластырсаңыздар да болады. Арасында варенкалар іртік болып қалмау керек, сол себепті жақсылап араластыру керек. Міне осылай барлығын араластырып аламыз. Содан соң сливки құямыз. Сливки 33% болу керек міндетті түрде. Сливки болмаса, кәдімгі шелектегі қаймақты салсаңыздар да болады. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Содан соң тестамызды формаға жайғастырып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, жұмыс жасауға өте ыңғайлы теста шығады. Осылай қолмен немесе пергаментке жаңағыдай оқтаумен жайып салсаңыздар да болады. Әрине өз қалауларыңыз. Мен осылай қолмен жайғастырып шықтым. Міне осылай қамырымызды жақсылап жайғастырып болғаннан соң шанышқының көмегімен осылай тесіп шығамыз. Содан соң начинкамызды құятын боламыз. Печкамызды алдын ала міндетті түрде қыздырып қойыңыздар. Оған да қарайды, әдем болып көтеріліп шығу үшін міндетті түрде қыздырып, содан кейін барып салыңыздар. 160 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Осымен пирогымыз дайын. Мен бұл жерде ыстықтай кесіп жатырмын. Міндетті түрде суытып кесіңіздер, сонда чизкейк сияқты өте күшті болады. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын.